Ертеде аспан мен жер әлі бір-бірінен ажырай қоймаған заманда ұлы далада 7 батыр өмір сүріпті. Олар елін жаудан қорғап, қара халықтың тыныштығын күзеткен ержүрек ерлер екен. Алайда уақыт өте келе жаулар азайып, батырлар жер бетінде бос жүріп қалады. Сонда олар Тәңірге жалбарынып: «Уа, ұлы Тәңір, біз халқымызға қызмет еткіміз келеді, бірақ жау жоқ, ел тыныш, не істейміз?» деп сұрапты. Сонда Тәңір оларға былай депті: «Ендеше, сендер енді аспанға көтерілесіңдер. Түн сайын қараңғылық басқанда халыққа жол көрсетіп, бағыт беріп тұрасыңдар». Осылайша 7 батыр аспанға көтеріліп, 7 қарақшы жұлдыздарына айналыпты. Бірақ олардың ішінде бір ерекше батыр бар еді. Ең ақылдысы, әрі әділ шешім иесі. Ол өзге алтауының жолын жарықпен бағыттап, бәрінің бірлігін сақтап тұрған екен. Ол Темірқазық болыпты. Содан бері аспанда 7 қарақшы батырлар түн сайын Темірқазықта айналып, мәңгілік күзетінде жүреді екен.